Бауыр аурулары екінші бөлім. Екінші бөлімде біз бауырдың қабынулық аурулары, яғни гепатиттер жайында айтатын боламыз. Гепатиттердің жіктері олар біріншілік болуы мүмкін, немесе екіншілік, яғни белгілі бір басқа аурудан кейін асқыну ретінде дамуы мүмкін. Этиологиялық факторына байланысты вирусты, алкогольді, дәрілік, иммунды және криптогенді болуы мүмкін. Криптогенді деген яғни себебі белгісіз деген сөз. Және ағымына байланысты олар жедел және созылмалы болуы мүмкін. Бұл бөлімде біз вирусты гепатиттерді қарайтын боламыз, және соңында алкогольді гепатиттер жайында тоже кішкене тоқталып өтеміз. Вирусты гепатиттер қазіргі таңда нақты 5 түрі толықтай зерттелген. Жалпы жыл сайын неше түрлі түрлері тағы да жаңадан ашылып жатыр. Алғашқы сол 5 зерттелген гепатиттерді ағылшын алфавитіндегі алғашқы 5 әріппен А, Б, С, Д, Е деп белгілейтін боламыз. Бұл жерде жалпы вирусты гепатиттерге тән 4 фазаны айтып өткен. Бірінші кезеңі ол инкубациялық кезең, яғни жасырын кезеңі. Әлі клиникалық симптомдары жоқ, бірақ вируспен пациент жаңағы успел заразиться бұл кезде. Вирустың қай түрі болғанына байланысты 2 аптадан 26 аптаға дейін баруы мүмкін. Бұл кезде вирус ағзаға түсіп болған, біріншілік симптомдар әлі жоқ, бірақ вирус активті түрде ағзада репликациясы жүріп жатыр, яғни оның көбеюі жүріп жатыр. Сол себептен ертең сіздер дәрігер болған кезде, егер де қан құйсаңыздар пациентке, қан құйғаннан кейін выписка кезінде пациентке рекомендация беріледі 6 айдан кейін вирусты гепатит Б-ға тапсыру анализі. Не себептен? Өйткені мысалы үшін донор қан тапсыруға келді делік. Қан тапсыруға келген кезде әрине ол ВИЧ-ке де, гепатитке де анализ тапсырады. Бірақ егер де пациент осы ВИЧ жайында айтпай қояйық, қазір гепатиттер жайында, гепатит вирустарының біреуін кеше жаңағы жұқтырған болса, немесе бір апта бұрын жұқтырған болса да, ол қанында әлі көрінбейді, өйткені жаңа айттық, инкубациялық кезеңі ұзақ. Және қанды тапсырып болғаннан кейін ол қан зараженный болуы мүмкін. Ал пациентке құйған кезде де инкубациялық кезең күтеміз, максимум 6 ай, 6 айдан кейін уже анализді пациент тапсыру керек. Бұл енді сіздерге қосымша информация ретінде. Одан кейін продромальды кезең басталады. Продромальды кезең айқын сарғаюға дейінгі кезең, бірақ общий симптоматика бар кез. То есть бұл кезде жаңағы бауырдың уже зақымдануы жүріп жатыр, но сарғаю әлі жоқ, и ағзада жүйелік реакция пайда болады. Бұл қалай көрініс береді? Яғни пациенттерде шаршау, әлсіздік, қызба, қалтырау деген сияқты, жүрек айну, құсу болуы мүмкін, оң жақ қабырғасында ауру сезімі болуы мүмкін, миалгиялар болуы мүмкін, бұлшық еттерінің ауру сезімі. Плюс кейбір пациенттерде осы жерде маңыздысы жаңағы мұрнының, тісінің қанауы сияқты белгілер болуы мүмкін. Өйткені бауыр бізде қан ұйуға да қатысатын білеміз, бауыр зақымдану жүріп жатқан екен, естественно, барлық қызметтері нашарлайды, соның бір белгісі ретінде геморрагиялық синдром дамиды. Және бұл кезең А вирусты гепатитінде көбінесе 2 күннен 7 күн аралығында болуы мүмкін, ал қалған гепатиттерде, парентеральды жолмен жұғатын әсіресе гепатиттерде, ол 3 аптаға дейін баруы мүмкін. Келесі кезең сарғаюлық кезең. Бұл жерде уже айқын сарғаюлар. Пациенттің склерасы, терісі полностью сарғаяды. Сонымен қоса, пациентте қышыну пайда болуы мүмкін, терісін қышиды, өйткені билирубин жоғары болғандықтан және өт жолдарында жаңағы стаз болғандықтан, холестаз дамығандықтан, ол уже пациенттердегі жаңағы нервтің ұштарын, рецепторларды тітіркендіреді, сол пациентте қышу сезімін тудырады. Одан кейін тағы бір белгісі, бұл кезде несептің қою қоңыр түске боялуы, ал нәжістің керісінше ақшылдануы. Осы сарғаюға кішкене тоқталып кетсек, негізі сарғаюлардың өзі жеке бір үлкен тақырып. Бұл жерде именно паренхиматозды, бауырлық сарғаю жайында айтып жатырмыз. Сарғаюдағы негізгі пигмент ол билирубин, билирубин қайдан пайда болды? Ол біздің қанымыздағы гемоглобиннен пайда болды. Гемоглобин ыдыраған кезде гемге және глобинге ыдырайды. Ал бұл жердегі гемнан жаңағы темір бөлініп кеткен кезде орнына биливердин, қалған қалдықты биливердин деп атаймыз. Бұл қалыпты жағдайда бәрімізде болып жатқан процесс негізінде, өйткені бәріміздің эритроцитіміз определенный күннен кейін шөгеді, және ішінен гемоглобин бөлініп шығады, гемоглобин де ыдырау керек. Енді жаңағы қалған биливердиніміздің екінші атауы байланыспаған билирубин.
Бұл байланыспаған билирубин гидрофобты. Ағзадан сол үшін оны шығару қиын, өт жолдар арқылы ішекпен немесе несеп арқылы шығару өте қиын. Және де бұл гематоэнцефальды барьер арқылы өте тез өтіп кетеді, солай миды зақымдайды. Сол себептен де новорожденный балаларда, мысалы үшін сарғаюлық дамыса, одан қорқамыз, что бала ДЦП болып қалуы мүмкін деп. Өйткені бұл мотонейрондарды зақымдайды, иә. Координациялық бұзылыстар болады пациентте. Жалпы новорожденный балалардағы сарғаюдың өзі үлкен тақырып. Бұл сіздерге просто қосымша информация ретінде айтылып кеткен сөз болатын. Негізі қайтадан өзіміз тақырыбымызға келетін болсақ, сонымен биливирдин, оны залалсыздандыру бауырдың қызметі. Яғни қанда жаңа гемоглобин ыдырады, биливирдиніміз туындады, пайда болды. И ол альбуминмен байланысқан күйде бауырға жетіп бару керек. Гепатоциттердің ішінде ол глюкурон қышқылмен байланысу керек. Сол кезде ол залалсыз билирубиннің түріне айналады. Және бұл уже суда еритін түрге айналады. Және ол өт арқылы жаңағы ішекке қарай шығады. Сонымен ол жерден көп бөлігі жаңағы тоқ ішекке жеткен кезде қалыпты микрофлорамен байланысу арқылы стеркобилинге айналады да несепке қоңыр түс беру арқылы жаңағы несеппен бірге, нәжіске қоңыр түс беру арқылы нәжіспен бірге шығып кетеді. Ал аздаған бөлігі қайта ішекте реабсорбцияланып, бүйрекке барып, бүйректе бізде несеппен шығады, сары түс беретін себебі осы. Урабилиноген, ол жерде. Енді бауырда гепатит дамығандықтан, бауырдың гепатоциттері зақымдалып жатқандықтан, оның функциясы дұрыс атқарылмайды және билирубиннің тікелей жаңағы глюкурон қышқылмен байланысқан түріне айналуы болмайды. Немесе болса да аздап қана болады. Сол себептен пациентте уже жаңағы белгілер көрініп бастайды. Так. Яғни бұл гепатиттермен ауырған пациенттерде бастапқы кезінде билирубиннің именно глюкурон қышқылымен байланыспаған неконъюгированный түрі көбірек жоғарылауы болса қанында, уже гепатит асқынып бара жатқан кезде, созылмалы кезінде немесе уже екі фракциясы да жоғарылайды. Яғни сіздер ертең қан анализін тапсырғанда пациентке биохимиялық қан анализінде билирубинді общий и его фракции деп фракцияларын анықтау керексіздер. Өйткені сарғаюдың қай түрін екенін анықтамасаңыздар, емдеу дұрыс болмайды. Сонымен сарғаюлық кезеңнен кейін реконвалесценция кезеңі, яғни ол жазылу кезеңі дамиды. Енді каждый вирусты гепатитке жеке тоқталатын болсақ. А вирусты гепатиті. Салыстырмалы самы вирусты гепатиттердің ішінде ең жеңілі А және Е гепатиттері. Өйткені олар тікелей гепатотоксикалық әсері жоқ. Бұл кездегі гепатиттердің зақымдануы көбірек иммунды жауаптың әсерінен дамиды. Именно А вирусы ол РНК-лы вирус болып табылады және көптеген сыртқы ортаның өзгерістеріне в целом тұрақты, бірақ хлормен өңдеген кезде және 100 градусқа дейін жеткізіп қайнатқан кезде онда вирусты жоя аламыз. Жұғу жолы фекальды оральды, зақымдалған жаңағы су, тағам арқылы немесе пациентпен жанасқан кезде қолды дұрыс жумау арқылы жұғуы мүмкін. Инкубациялық кезеңі 15 күннен 45 күннің аралығын құрайды. Жалпы вирусты гепатит А кезінде көбінесе пациенттер толықтай жазылуымен аяқталады. Созылмалы түрге особо өте бермейді, көбінесе жедел өтеді именно вирусты гепатит А. Жаңағы вирусты зақымдалған тамақты немесе суды ішкеннен кейін, ішекке түскен соң, бауырға жеткеннен кейін, бауырдың ішінде репликацияланып, бұл вирус өт арқылы қайтадан ішекке түседі де и фекалиямен бөлінеді. Солай жаңағы жұқтырған адам уже қоршаған ортаға жаңағы қауіпті болып саналады. Макро және микро көріністеріне келетін болсақ, макроскопиялық көрінісінде бауыр ұлғайған болады, сарғыш түсті болады және кейде қызғыш гиперемиялық ошақтарды көруге болады, сонымен қоса консистенциясы жұмсақ. Микроскопиясында гепатоциттерде баллонды дистрофия, арасында кейбір жерлерде ошақта некроз болуы мүмкін және қабынулық инфильтраты көбірек лимфоциттер мен плазмоциттер, нейтрофилдер жоқ, особы. Өйткені бұл жерде лимфоцит ол вирусты инфекция кезінде қосылатын иммунды жасуша. Сонымен қоса холестаз белгілері болуы мүмкін және майлы дистрофия бұл кезде дамымайды.
көбінесе бауырдың құрылымдары толықтай орнына қайтып келуімен жазылады. Енді вирустық гепатит Б-ға келетін болсақ, ауыр өтетін гепатиттердің түрі жұғу жолдары парентеральды жол, яғни қанмен берілуі мүмкін, яғни гемотрансфузия арқылы, немесе науқаспен жанасқан жаңағы кейбір медициналық құралдар арқылы, шприц арқылы, мысалы үшін стоматологияда немесе маникюр, педикюр жасатқан кезде, сонымен қоса жаңағы наркотиктерде, наркомандарда жиі жұқтырады осы гепатитті. Сонымен қоса жыныстық қатынас кезінде де жұғады, и вертикальды жолмен анадан балаға тоже жұғуы мүмкін, жүкті әйелден. Б вирусты гепатит жайында айту үшін сол вирустың өзінің құрылымына тоқталып кетейік. Екі қабатты жаңағы қапшығы бар, оболочкасы, және ішкі капсиді бар. Негізі капсид деген ол да своего рода оболочка, бірақ не үшін оны капсид дейміз, именно ДНК-ға жақын орналасады және сол геномдың тұрақтылығын сақтап тұратын белок болып табылады. Сыртқы капсуласының өзінің HBS деген антигені бар. HBS антигеннің алдында негізінде жоғары жағында PreS1 және PreS2 деген екі белогі бар. Осы белоктар арқылы ол гепатоциттерге жанасады және гепатоциттің ішіне енуге ол көмектесетін белоктар болып табылады. Келесі, HBI антигенін айтатын болсақ, ол екінші ортаңғы қабатында тұрады. Бұл намен бірге өте байланысты, плюс ДНК-ның жаңағы полимеразалық активтілігін атқарады, яғни осы вирустың репликациясында үлкен роль атқарады. Келесі, HBS антиген ол ішкі жаңағы орталық ядролық антиген болып табылады, яғни осы капсидті құрайтын белок, оның протеин киназалық активтілігі бар. Оны қалай түсінеміз? Негізі протеин киназа деген фермент, бұл гепатоциттің өзінің протеин киназалық ферменті жоқ, жаңағы вирустың өзінде жоқ. Олар гепатоциттің ішінде кіргеннен кейін соның протеин киназасын өзіне қарай тартады. Осы ген осыған жауап береді. Ол не үшін керек? Протеин киназа, ол АТФ энергиясы бар ғой, гепатоциттер енгізіп жатқан, сол АТФ энергиядағы фосфорды алып, белоктарға қосу арқылы өзін көбейтуге, өзіне материал ретінде қолдану үшін қажетті негізгі жаңағы антиген. Сонымен сол протеин киназаны активтейді гепатоциттің ішіндегі, сөйтіп гепатоцит бөліп жатқан АТФ-тің фосфор тобын алады және осының ішіндегі белоктарын бірге активтейді. Сол белокты өзіне құрал ретінде қолданады. Солайша вирус көбею жүреді, жүзеге асады. Сол үшін қажетті. Мынау ДНА деген, яғни ДНК, осы вирустың өзі ДНК-лы вирус, плюс келесі антиген, ол HBX антиген, негізінде бұл аса анық толық зерттелген антигендердің қатарына жатпайды, бірақ бұл антигеннің тоже рөлі бар. Бұл антиген жаңағы не үшін керек? Гепатоциттерді түрлендіреді, яғни олардың жаңағы қатерлі іске айналып кетуіне себепші болатын осы антиген деген болжам бар. Плюс гепатоциттердегі апоптоздың болуын төмендетеді. Бұл жайында көбірек қазір түрлері жайында айтқан кезде, инфекциялық формалар жайында айтқан кезде айтатын боламыз, патогенезінде. Патогенезі негізінде жаңағы қанмен түсті, қанмен ағзаға вирус түсті. Вирус түскеннен кейін ол алғашқы біріншілік репликациясы әртүрлі ағзаларда болуы мүмкін, тек қана бауырда емес. Осы қан қайда сүзілсе сол жерде, көк бауырда, лимфа түйіндерінде, сүйек кемігінде және бауырдың өзінде де репликациялары жүреді, яғни көбею жүреді. Бірақ егер де ағзаның иммунды жауабы дұрыс болса, егер де ол мысалы үшін оған дейін вакцина алған болса, именно гепатит Б-ға қарсы, онда ешқандай симптомсыз пациент жаңағы бұл вирустан айырылуы мүмкін. Бірақ егер де иммунды жауап болмаса, дұрыс жүрмеген жағдайда, уже вирустың негізгі жаңағы әсері именно бауырда көрінеді, бауырға жиналады.
бауырда уже гепатоциттерге енгеннен кейін оның өзінің екі түрлі жолы болады. Репликативті немесе репликациялық жолы және интегративті жолмен немесе интеграциялық жолмен дамуы мүмкін. Ол қалай? Репликациялық жолы дегеніміз, яғни гепатоциттің ішіне енгеннен кейін, ядросына енгеннен кейін, бірақ гепатоциттің ішіндегі ДНК-ға өзінің ДНК-сының геномын вирус енгізіп қоймайды. Просто жанында өзі көбейе береді. Репликация. Бұл вирустың концентрациясының қанда жоғары болуымен сипатталады. Өйткені репликация жүріп жатыр активті түрде. Және канцерогенділігі жүрмейді. Өйткені ДНК именно зақымдалған жоқ, былайша айтқанда. И көбінесе жедел түрде жүреді, егер де осылай дамыса, репликативті түрде жүрсе. Ал интегративті деген қалай? Интеграция деп тұр ғой өзі атында, яғни гепатоциттің ішіне вирус кірді, жаңағы сыртындағы HBs антигені арқылы кіріп алды. Кіргеннен кейін ядроның ішіне кіріп, ДНК-мыз бар ғой гепатоциттің ішіндегі. Сол ДНК-ға вирус өзінің ДНК-сының бір бөлігін геном ретінде немесе полностью өзінің ДНК-сын сол ДНК-ға жалғап қоюы мүмкін. Сол кезде уже ДНК-дағы программа былайша айтқанда өзгереді. Өйткені ДНК жасушаның ол миы ғой. Содан вирустың репликациясы салыстырмалы аз жүреді, мынау репликативті түрге қарағанда. Яғни вирус жалпы көбейеді, бірақ мына кездеге қарағанда кішкене аз көбейеді. И плюс канцерогендік активтілікке ие. Жаңағы айтқан мынау HBx антигеніміз осы кезде активтілігін көрсетеді. Өйткені жаңағы жерге ДНК-ға еніп алды, өзінің ДНК-сын қойып алды вирус. Содан кейін құрылымын өзгертеді. Уже өзіне сәйкес келетін белоктарды көбейте бастайды. Жаңағы өзінің басқа гендерін қосу арқылы, әсіресе ішкі генді қосу арқылы, белоктарды фосфорлау арқылы өзіне қажетті белоктарды ыдыратып бастайды, бөліп бастайды, және де апоптозды төмендетеді. Гепатоциттердің апоптозды төмендетеді. Сол себептен де бұл жерде канцерогендік активтілігі жоғары дейді, яғни қатерлі ісік дамып кетуі өте жоғары. Плюс гепатоциттердің бөлінуін тым қатты активтеу жүреді. Яғни гепатоциттер өте көп бөлініп кетеді. Содан канцерогендік активтілік, яғни қатерлі ісік дамуы мүмкін. Жиі бұндай кезде ағым созылмалы түрде өтеді. Яғни гепатит Б жедел де өтуі мүмкін, созылмалы да өтуі мүмкін. А-мен салыстырғанда. Енді макро және микро препараттарына келетін болсақ. Гепатит Б, жедел гепатит Б берілген алдарыңызда гепатит Б кезіндегі макропрепарат. Қарасаңыздар, бауырдың көлемі ұлғайған, массасы да ұлғаяды, сырты жылтыр, тегіс. Кескен кезде жаңа геморрагиялық ошақтар және сары ошақтарды да көре аласыз. Жедел вирусты Б гепатиті кезіндегі микропрепаратта біз көре аламыз. Каунсен мен тенеушіктері, яғни ол апоптоздық тенеушіктер, өйткені Б вирусы ол гепатоциттердің апоптозын да шақырады. Және де гепатоциттердің вакуольды дистрофиясы, баллонды дистрофия немесе айтқанда, яғни цитоплазмасы уже ашық түсті болып кеткен. Плюс олардың некрозы да көрінеді. Мына жерде қарасаңыздар, уже ядроларынан айырылған гепатоциттер бар. Және де цитоплазмасын қарасаңыздар, түйіршікті, ол уже холестаздың белгісі. Плюс көпір тәрізді, мастовидный немесе фиброз дамыған. Мастовидный фиброз дегеніміз туралы бірінші бөлімде айтып кеткен болатынбыз, ол не екендігін. Созылмалы вирусты гепатит Б кезінде макропрепараты также көлемі ұлғайған, массасы ұлғайған, сыртына қарасақ қатты емес, бірақ кішігірім болса да уже капсуласында жаңағы тегіс емес, кедір бұдырлылық бар. Және арасын кесіп қарасақ, қызыл қоңыр аймақтар, сонымен қоса сұр аймақтар уже фиброз дамып келе жатқандығын көрінісі. Микропрепаратында мынау портальды аймақта фиброз, және де айқын лимфоцитарлы инфильтрация, соның әсерінен бөлікшелердің арасындағы пластинкалардың деформациясы көруге болады. Және де үлкейтіп қараған кезде цитоплазмалары уже шыны тәрізді болған гепатоциттер, некрозға ұшыраған гепатоциттер, арасында апоптоз денешіктері де бар. Және де Ван Гизон әдісімен бояу арқылы біз фиброзды көре аламыз, дәнекер көре аламыз. Жаңа айтып өткен әдістер гемотоксилин әдісімен бояу арқылы біз морфологиялық өзгерістерді
қарадық. Енді тағы бір әдістер бар. Именно гепатит Б-ны анықтау үшін ол гистохимиялық әдіс және иммуногистохимиялық әдіс. Гистохимиялық әдіс кезінде біз арсеинді бояу қолданамыз. Арсеинді бояу кезінде гепатоциттердің ішінде жаңағы вирусымыз бар кезде осындай қоңыр темно-фиолетовый цветке айналады, боялады. Және иммуногистохимиялық әдіс аты айтып тұрғандай бұл жерде яғни антиденелерді қолданамыз, иә. Кесіндімізге антиденелерді қосып және бояу арқылы біз қоңыр түске боялған гепатоциттерді көреміз. Яғни осы жерде жаңағы қоздырғышымыз бар деген сөз. Д вирусты гепатиті. Д вирусты гепатитті бұл вирустың өзі негізі дефекті вирус болып табылады. Яғни бұл өздігінен көбейе алмайды. Оның көбею үшін оған Б гепатиті керек. Б вирусы тоже керек. Жаңағы өйткені бұл вируста тек қана бір ғана белок бар. Капсидті белок. Яғни өзінің РНК-сының сыртындағы бір ғана дельта белогы бар. Ал оның сыртынан қапшық пайда болу үшін ол мынау гепатит Б вирусынан мынау сыртқы HBS антигенін өзіне қарай алып алады да, содан капсула түзеді. Нәтижесінде мынау вирус кішкене жаңағы өзінің активтілігін төмендетеді, бірақ Д вирусының активтілігінің жоғарылауы болады. Д вирусы өте цитотоксикалық әсер көрсетеді, бауырдағы гепатоциттердің массивті некрозына, одан кейін жедел фиброз дамып кетуіне алып келеді. Жұғу жолдарды гемотрансфузия арқылы, инфузиялар арқылы, және жыныстық жол арқылы, вертикальды жолмен тура гепатит Б-дағы сияқты. Бірақ гепатит Д вирусы өзі ғана жұққан кезде ол ешқашанда инфекция ауру тудырмайды, ол үшін қосымша Б керек. Яғни ол қалай жүруі мүмкін? Ол екі түрлі жол жүру мүмкін. Либо ко-инфекция түрінде, немесе суперинфекция түрінде. Ко-инфекция деген қалай? Яғни Д Б-мен бірге бір уақытта ену мүмкін ағзаға, немесе пациент оған дейін Б-мен ауырған болуы мүмкін де, оған қосымша Д-ны жұқтырып алған кезде жағдайы нашарлай түседі и резко пациентте бауыр жеткіліксіздігі дамиды, иә. Так. Келесі. С вирусты гепатиті. Бұл Д сияқты жаңағы Б-ның қасында жүруі бұған маңызды емес, өздігінен ауру туындата алады. Оның белогы С деп аталады, аты айтып тұрғандай, и РНК-лы вирус болып табылады. Сыртын осы С капсидті белогы қоршап тұр. Оның сыртында белоктар бар, Е1, Е2 деген, өзі айтып тұрғандай, осы вирустың жаңағы гепатит Б-да мысал үшін С1, С2 деген екі белок болды, сол сияқты мынау Е1, Е2-нің де қызметі гепатоциттің ішіне енгізіп беру вирусты. Бірақ мынау көрсетіп тұрған Н2 и содан бастап Н5-ке дейінгі белоктар, ол осы гепатит жаңағы вирустың құрылымына кірмейді, ол ішінде бөлек жүреді, просто оған ферменттік активтілік тән бұл белоктарға. Және бұның жұғу жолдары тура жаңағы Б мен Д сияқты, инфекциялық жолмен, парентеральды жолмен, вертикальды және жыныстық жолмен жұғады, инъекциялық жолмен, Так, жалпы С вирусты гепатиті тікелей токсикалық әсері бар, плюс гепатиттердің апоптозын шақырады. Бірақ С вирусты гепатит кезінде иммунды жауап өте баяу жүреді. Не себептен? С вирусты гепатиті кезінде жаңағы вирустың репликациялану барысында уже оның түрлері, ол жаңағы мутацияға өте бейім, яғни оның кез келген қайтадан түзіліп жатқан кезінде әрбір түзілген новый заты, новый түрі РНК-ның жаңағы вирустың алдыңғысынан да түрлене береді. Сол себептен ол иммунды жауаптар, мысал үшін, бір жаңағы С вирусы, бір иммунды клеткамен кездескен кезде, ол жаңағы активтеліп, антидене бөлінем дегенше, келесі түрге ауысып үлгереді и антидене уже оны таппайды. Сол себептен де көбінесе С вирусты гепатиті созылмалы жүреді. Және ұзақ уақыт бойы пациентте клиникалық симптом бола қоймайды. Инкубациялық кезеңінің өзі және продромальды кезеңінің өзі өте ұзақ жүреді, салыстырмалы басқаларына қарағанда. Плюс С вирусты гепатиті жаңағы иммунды жауаптың ішінде
тіндік Т киллерлерді активтейді. Сол арқылы получается С вирусының өзінің де токсикалық әсері өте жоғары, және Т киллерлердің де әсерінен бауырда цирроз дамуы қаупі өте жоғары болады бұл кезде. Енді макропрепаратына көшейік. Макропрепаратында сыртын қарасаңыздар, сұр сарғыш түсті, түсі, көлемі мен массасы ұлғайған, бетінде аздаған бугристость бар, өйткені айттық, созылмалы жүреді дедік үнемі, және сұр жолақтары да бар, фиброз бар яғни. Микропрепаратында мынау лобулярлы бөліктің айналасында лимфоциттарлы жаңағы инфильтрация, плюс мына жақта мысал үшін моноцитарлы инфильтрация, яғни оның барлығы вирусты инфекцияға тән, фиброзды септалар, дәнекер тінденуі, сонымен қоса ұсақ және ірі ошақты майлы дистрофияны көруге болады. Оны келесі мына препараттан көрсек болады. Гематоксилин азимен боялған, мына жерде май қалдықтарын көрсек болады. Гематоксилин азимен болғандықтан бұл сары болып көрініп тұрған жоқ, акустикалық қуыс ретінде көрініп тұр. Сонымен қоса лимфоидты фолликулалар да түзілуі тән осы жаңағы вирусты гепатитке. Келесі вирусты гепатиті тура А сияқты көбінесе жедел өтеді, ол да фекальды оральды жолмен беріледі. Негізгі жолы кей жағдайда ғана парентеральды жолмен берілуі мүмкін. Макро-микро көрінісі тура гепатит А-дағыдай. Негізі көбінесе жедел жазылып толықтай жазылып кетумен аяқталады, бірақ тек қана жүкті әйелдерде ғана қиындық туындатуы мүмкін. Келесі, алкогольді гепатит. Алкогольді гепатит ол жедел де болуы мүмкін, және созылмалы да болуы мүмкін, және алкогольді тоқтатқан жағдайда уже пациенттің сауығуымен аяқталады жиі. Бұл жерде алкогольдің құрамындағы этанолдың әсерінен жаңағы сол этанол бауырға токсикалық әсер көрсеткен кезде бауырдың цитоскелетін құрайтын белоктардың денатурациясы болады. Денатурацияланып, кейіннен олар коагуляцияланады. Денатурация деген ыдырау деген сөз, коагуляция деген ұю, яғни бірігіп қалу. Ұйығанның нәтижесінде осындай гиалинді белоктар түзіледі, денешіктер. Оларды малори денешіктері деп атаймыз. Малори денешіктері бауырға ол да цитотоксикалық әсер көрсетеді. Плюс жаңағы этанолдың әсерінен бауырда коллаген синтезі күшейеді. Және де бұл малори денешіктері иммунитетті күшейтеді. Өйткені бұл жерде бөгде зат болып тұр, антиген ретінде қызмет атқарады. Сол себептен де оған иммунды жауап келеді. Әсіресе Т киллерлердің активтенуі болады. Және де плюс бұл лейкотаксиске, яғни лейкоциттердің осында көптеп жиналуына себепші болады. Сонымен бұл жаңағы гепатиттің дамуына алып келеді, қабынуға. Және де малори денешіктері қанға түсу арқылы, қанда циркулировать етіп жүріп, жаңағы әртүрлі тіндерде сіңіп қалу арқылы ол жердің де қабынуын шақыруы мүмкін. Мысалы үшін қан тамырларға сіңіп қалады да, васкулиттерді, және жиі гломерулонефрит, яғни жаңағы бүйректің шумақшаларында сүзілу арқылы гломерулонефриттің де туындауына себепші болуы мүмкін. Бұл гепатиттер ары қарай жалғаса берген жағдайда, созылмалы алкогольді гепатит болған кезде уже бұған қосымша жаңағы бауырдың майлы дистрофиясын да көре аламыз. Алкогольді стеатоз жайында көбірек бірінші бөлімде айтып кеткен болатынбыз.